ипотекаға үй алам деп жүрсеңіз, отбасы банк депозитіне ақша жинап, тиімді бағытпен үй алам деп жүрсеңіз, көріңіз қазір бір ОП-ны қалай есептелетін ең оңай формуланы көрсететін боламын. Қараңыз. Мысалы, сізде депозит бар, ол жерде вознаграждение жатыр. ОП деп жазып тұрады, оған мән бермейміз. ОП дегенде жаңағы вознаграждениені санайтын боламыз. Мысалы, сізде 180 мың вознаграждение болса, 180 мың көбейтеміз 200-ге. 36 миллионның үйін алуға болады деген сөз. Бірақ алатын үйдің бағасының жартысына депозит толтыру керек. Ал егер табысты растамай, одан да аз пайызбен үй алам десеңіз, қалай есептейміз? Өздеріңіз білесіздер, 50-50-дің табысты растайтын және табысты растамайтын түрі бар ғой. Жаңа табысты растайтынды көрсеттік, енді табысты растамайтын 180 мың вознаграждение бар. Көбейтеміз 62-ді 5-ке. Осы кезде міне 11 миллион 250 мың теңгенің үйін табысты растамай 5%-бен бірден рәсімдей аласыздар. Осындай ипотека туралы лайфхактар мен қызықты ақпараттармен бөлісемін. Парақшаға тіркеліп алыңыз, ал видеоны танысыңызға жіберіп қоюды ұмытпаңыз.